Саламатсыздар ма, құрметті Силкой мектебінің оқушылары. Бүгін сіздермен бірге EduPage'ті қалай қолдану керек, және ең алғаш EduPage'ға кірген кезде сіздерде қандай пернелер, қандай кнопкалар және қандай беттер бар, соны бірге көреміз. Енді бірінші EduPage'ге логин жасау үшін мұғаліміңіздің сіздерге берген логин және паролін енгізу керек. Логиндар әдетте юзермен басталады, юзер және сандары бар, осыны енгіземіз. Және де сізге берілген пароль. Парольді жазамыз. Және EduPage'тің өзіне кіреміз. EduPage'та кірген кезде сіздерде алғашқы осындай бет шығады. Мына жақта қарап тұрсаңыздар, бірнеше пернелер бар. Жаңағы сообщениялар бар, күнтізбе бар. Мысалы, біз күнтізбені ашып көрейік. Міне мынау бүгіндік дүйсенбі күніне сіздердің сабақтарыңыз. Және де бұның түрін өзгертуге болады. Ол үшін жоғарыда 4 перненің біреуін таңдаймыз. Осындай түр бар. Және де мынау толық аптаның күнтізбесі, расписаниесі. Енді тағы да ең маңызды мәселелердің біреуі. Ол мына жерде әрбір пернені, әрбір кнопканы өздеріңіз кіріп қарасаңыздар болады. Мынау сіздердің результаттарыңыз, оценкиді көрдік. Енді мұғалім жаңағы Zoom және EduPage'ті бірге қолдану, соны қалай жасау керек екен сіздерге көрсетейік. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, расписанияның төменгі жағында сіздерде жасыл бір кнопка шығып тұр. Ваш учитель показывает на доске деген. Егер бұл шықпаған жағдайда EduPage'ті сіздер қайтадан обновить етулеріңіз керек. Және осы жасыл кнопкаға басамыз. Кнопкаға бастық. Енді сіздерді жаңағы мұғалімнің тақтасына алып келді осы кнопка. Мұғалімнің сабақтың бастауын күтеміз. Мұғалім сабақ бастады. Мына жердегі жаңа тақырып web programming. Тақырыпты мұғалім түсіндіреді, біз күтеміз. Бұл жерден ешқай жаққа шыға алмаймыз. Жаңағы әрбір бет тек қана мұғалім ғана ауыстырылады. Мысалға, мұғалім бір видео қосты. Міне біз видеоны ашайық. Бұл видео 12 минут. Жаңа мұғалім сіздерге уақыт береді. Жаңа 12-13 минут сіздер осы видеоны қарап, сіздерге маңызды деген нәрселерді дәптерлеріңізде жазып алуға уақыт береді. Видеоны көріп біттік. Мұғалім келесі бетке кетті. Мына жерде қарасаңыздар, PowerPoint слайд-шоу осыны дайындап қойыпты. Біз бұны жүктей аламыз. Жаңағы смартфонға немесе компьютерға жүктей аламыз. Мысалға, мен мынаны өзімнің телефоныма жүктеп алдым. Енді келесі бетте бізде кішкентай бір сұрақтар бар. Жаңағы өткен тақырыпқа байланысты. Мысалға, what does www stand for? Сіздер мына 4 варианттың ішінен дұрысын таңдауларыңыз керек. Және күтеміз. Мұғалім жаңағы біздің сұрақты тексереді. Біздің жауабымыз дұрыс екен. Енді келесі бетке кетті. Мына жерде sort the numbers. Біз бұл жерде жаңағы номерлардың барлығын дұрыс орындарына қоюымыз керек. Міне біз дұрыс жасаппыз. Енді келесі сұрақты көрейік. Мына жерде әрбір вариантты дұрыс жауабымен бірге байланыстыруымыз керек. Біз мынаны байланыстырайық. Жібереміз, слайдты басып. Енді мұғалімді күтеміз. Мұғалім оценка жасады. Біз мына жерде қате жасаппыз. Бізге бірден көрініп тұр. Енді мына жерде тағы бір сұрақ. Бұл классический сұрақ. Біз мына жердегі кішкентай жерге өз жаңағы немізді, жауабымызды жаза аламыз. Немесе суретті, жаңағы егер математика есеп болса, біз оны дәптерге шығарып, суретке түсіріп, мынау сияқты жібере аламыз. Добавить файл дейміз астында. Бірақ мына жерде бір нәрсе бар, ескере кететін, бұл iOS-та сіздер сурет жүктей алмайсыздар. Осы проблема болуы мүмкін. Әлі бұндай функция қосылған жоқ EduPage'ға. Міне мұғалім өзінің презентациясын бітірді. Болды, шықтық. Мысалы, сабағымыз бітті. Енді тағы не нәрсені көрулеріңізге болады сіздерде. Мысалға, мына жерде сіздердің сообщенияларыңыз. Сіздерге қандай сообщение келді, соны көре аласыздар.
тағы да не бар, сіздің профильдарыңызды жаңағы тексере аласыздар немесе өзгерте аласыздар. Және де настройкаларды көрейік. Мына жерде тілді өзгерте аласыздар. Сіздерде аккаунттарыңызды қоса аласыздар, мысалы бір емес бірнеше аккаунт қоса аласыздар. Жалпы қысқаша болса